Кеше бір дайындағанда екі түрлі пирог пісіріп алдым. Әсіресе қонақ шақырғанда жақсы. Пештің противенде 4 түрлі етіп дайындасаңыз да болады. Үлкен көлемді өте дәмді болып шығады. Қамыр үшін жұмсақ сары май, жұмыртқа, қант және 2 шай қасық қаймақты қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл бірден 2 пирогтың қамыры және ұн мен қопсытқыш қосып, жұмсақ қамыр илеп дайындап аламыз. Пергамент қағаз төселген противенге жаямыз. Кішірек бір бөлігін осылай алып қалыңыз. Бірінші бортиктарынан бастап жайдым, сонда ыңғайлы болады. Ортасына жаңағы алып қалған бөлігін салып, осылай бөліп шығатын боламыз. 2 түрлі салма дайындаймын. Бір бөлігіне сәл қаймақ пен творог, келесі бөлігіне бірыңғай қаймақ қосамын. Творог қосылған бөлігіне 2 жұмыртқа, қаймақ қосылған бөлікке 3 жұмыртқа. Барлығын толық рецептін видеоның астына жазып қоямын. Енді қант қосамын, қаймақ қосылған бөлігіне крахмал қосамын және кез келген жидек түрін қосып, осылай блендермен езіп алсаңыз болады. Келесі творог қосылған бөлігінде осылай блендермен сәл араластырып алсаңыз болады. Негізі екі бөлігіне де бірдей қаймақ қоссаңыз болады, бірақ екеуінің екі түрлі болғанын қалады. Осы сүзбе қосылған начинкасына қолмен ұсақтап Орео печеньелерінде қосып шықтым. Яғни бір бөлігі менде как творожный пирог сияқты, бір бөлігі сметаник сияқты болып шығады ғой. Үстіне Орео печеньелерін қойып шықтым. Келесі бөлігіне де кез келген жидек түрін осылай сеуіп шықсаңыз болады. Алдын ала 180 градуста өз пешіңіздің ыңғайына қарай 40-45 минут қызарғанша пісіріп алыңыз. Осы уақыт аралығында өзімнің ең сүйікті шайым, красительсіз қоспасыз Veta премиум опаның жапырақты қара нағыз цейлон шайын демдеп қоямын. Сүт шаймен де керемет үйлеседі. Пирогым да дайын болды. Міндетті түрде суытып дәмін татыңыз. Ал маған ас болсын.